Сәлем достар, бүгін мен Қожа Насырдың хикаяларын айтатын боламын. Қожа Насыр мен хан. Бір күні Қожа Насыр бір баймен жанжалдасып, ханның алдына жүгініске бармақшы болады. Бай сыйлық беріп, хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген қожа хан алдына қойнына бір үлкен тас салып барады. Хан екі жақтың да арызын тыңдап болып, енді үкім айтуға кірісерде қожа қақырынып қояды. Хан бұрылып қожаның бетіне жылт қарайды. Сонда қожа жұдырығымен қойнын көрсетеді. Ханның көзі Қожа Насырдың қойнына түседі. Өйткені Қожа Насырдың қойны біраз қомақты болып томпайып тұр екен. Хан Қожа Насырдың қойнында көп алтын бар екен деп дәмеленеді. Менің сөзімді сөйлесең, осы алтынды саған беремін деп тұр екен деп ойлайды. Ол сондықтан хан сөзді салмақты келіп Қожа Насырдың арызын дұрыстайды. Үкімге риза болмаған бай ашуланып кетіп қалады. Бай кеткен соң хан күлімдеп Қожа Насырды жанына шақырып алып, "Ал қожеке, маған ризасың ғой, байды саған жығып бердім. Енді қойныңдағы алтыныңды бер" дейді. "Тақсыр, мен сізге алтын көрсеткенім жоқ қой. Менің қойнымдағы алтын емес, тас еді" деп қожа қойнындағы тасты алдына тастай береді. "Сен маған билік айтарда көзіңді қысып қойныңды көрсеттің. Ол не дегенің еді?" деп сұрайды хан. "Уа тақсыр, менің қойнымды көрсеткенім хан әділ билік әйтпесе мына таспен ұрып жығам дегенім еді" дейді қожа. Келесі хикаясына көшейік. Қожа Насырдың тойға баруы. Баяғыда біреу той жасапты. Тойға көп кісі жиналыпты. Қожа да келіпті. Қожа Насырдың үстіндегі киімі жаман екен. Қожа Насырды ешкім елемепті. "Төрге шық, тамақ іш" демепті. Қожа үйден шығып кетеді де үйіне барып тәуір киімдерін киіп қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожа Насырды құрметтейді, төрден орын береді. Ет келгенде "Қожеке, алыңыз" деп қошеметтейді. Қожа етті жемей табаққа шапанының жеңін малып, "Же шапаным, же" деп отыра береді. Үй иесі "Сіздің мұныңыз не қылғаныңыз? Шапан ет жеуші ме еді?" дейді. Сонда қожа "Сен кісі сыйламайды екенсің, сен киім сыйлайды екенсің, сондықтан шапаныма жегізіп отырмын" деп жауап берді қожа. Сау болыңыздар достар.